Сандарам көрерменіне сәтті күн тілеп, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізбен елдің түпкір-түпкірінен онлайн байланысқа шыққысы келіп отырған көрермендеріміз бар. Олар не істейді? Олар өздерінің туысымен, досымен, көршісімен, ғашығымен, тіпті ақшамен қарым-қатынасына қатысты сұрақ қойып, нумеролог, психолог мамандарымыздан тікелей эфирде жауап ала алады. Ендеше батырманы басамында таңдаймын. Аида 29 жаста, Шымкент қаласының тұрғыны. Сандары 30-01-1993. Аида, қайырлы күн. Сіз Сандарамның эфиріндесіз. Қандай мәселе сізді мазалайды? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен студия қонақтарына сұрақтарым бар еді. Өз өмірім жайында. Бірінші сандарыңыз айта қойыңызшы, Құралай ханым санап отырсын. 30-01-93 менікі. Күйеуімдікі 28-01-91. Сонымен қандай мәселе мазалайды? Мендегі мәселе мынандай, үйленгенімізге 9 жыл болды. Екеуміз, мен 20 жасында, ол 22 жасында екеуміз бір-бірімізді жақсы көріп үйлендік. Содан кейін үйленгеннен кейін, уже 6 айдан кейін біраз мәселелер басталды. Мен уже аяғым ауырлағаннан кейін күйеуімнің құмар ойын, Олимп деген ойын ойнайтынын білдім да. Оның арқасында біраз қарыздарға кірген, айтпаған маған, кейін артынан шықты қарыздары. Енді сол кезде біраз екеуміз екіге бөлініп, біраз бір жылда бөлектік, кейін қайтадан қосылдық, бір қызымыз бар еді. Енді ол кезде бәрін қоям деп қарыздарынан біразының құтылып неғыл еді. Биыл өзі 9-шы жыл. Аида, айтыңызшы, қай жылы айырылысып қайтып қосылдыңыз? Қай жыл айырылыстыңыз? 2014-те. 2014-те. Қанша уақыт бөлек тұрдыңыз? Бір жылдай. Бір жылдай, окей. Кейін 2015-те кейін қайтадан қосылдық, қызымыз бар еді. Сонымен енді қазір осы жақын арада биыл 9-шы жыл күйеуім ойын қоймаған екен да. Соның арқасында тағы да біраз қарыздар болып, енді қазір мәселе болып отыр отбасымызда. Бір емдеп көрдіңіз ба? Өйткені ойын құмарларды бір арнайы жерге жатқызып, емдетеді. Қандай амал жасадыңыз? Ондай сөйлестім, енді отбасымыз үшін бір-бірімізді жақсы көрген кейін, енді отбасы боламыз деп қосылғаннан келісіп көрдім, ол қоям деді. Тек қана уәде беріп, сонымен әлі қойған жоқ. Деп мамасы да айтты. Енді өзіміз басымызда баспана болмағандықтан, енді отбасы үшін тырысып бәрін қойып, жақсы жұмыс істеп тұрған орыннан жұмысынан да айырылды. Жақын арада ше. Енді соны сұрайын деген ол. Біраз нелерден оқыдым, ары-бері іздестіріп, өзім ютубтан да психологтардың нелерін тыңдап көрдім. Көбісінде наркомания, игромания қоймайды. Игроманияның соңы ақыры қарыздан құтыламағандықтан самоубийствомен аяқталады деген сияқты. Көбісі, психологтардың көбісі біраз уақытқа ғана қояды да, кейін қайтадан ұсталған соң қайтадан ойнайды дегенден көп естіп жатырмын да. Ержан мырза. Түсінікті. Сұрақ неде, Аида? Не сұрағыңыз келеді? Енді осы сандар мен психология мен нумерологияның қосқандағы пікірлеріңізді білгім келеді да. Қалай көмектесем дейді ғой күйеуіне, уайымдап жатыр, сүйеді, жақсы көреді. Не істей алам? Енді Аида қараңыз, біріншіден шын мәнінде тәуелділік, игромания, наркомания, әртүрлі тәуелділік түрлері, бұлар өте қиын емделетін нәрселер және өте затратны, яғни қомақты қаржы қажет ететін нәрселер. Күйеуімізді 2 ай, 3 ай нақты тәуелділікті емдейтін клиникаларға жатқызып, құмар ойыннан, телефоннан ұзақтатып, алыстатып, кәдімгідей онымен жұмыс істеу керек. Одан шыққаннан кейін 6 ай психологтың қарамағында аптасына 1 рет барып тұрып, тексеріліп, қаралып, өзімен жұмыс істеу керек. Негізі күйеуіңіз қоям, тастайым деген кезде өтірік айтпайды, өзі айтқанына өзі сенеді. Дегенмен дұрыс емес екенін біле тұра,
істемеуге ерік жігері жетпей жатады. Сила волясы өте әлсіз болады бұндай адамдардың. Сол ерік жігерін қалпына келтірудің жолы ол психологтармен тығыз байланыста жұмыс істеу. Егер мұндай қаражатыңыз, мұндай мүмкіндігіңіз жоқ болатын болса, күйеуіңіз емделуге байланысты ешқандай әрекет жасамайтын болса, онда уақытты жоғалтпай, жастық шағыңызды қорғалмай айырылысуға кеңес беремін. Ержан мырза, шамалап айтыңызшы, қанша қаражат қажет осындай жағдайда? Кем дегенде? Мен жұмыс істеген клиенттермен міне орташа есеппен былай, мысалы 3 ай клиникада жататын болса, клиникалар айына 300-400 мың теңге ақша алады. 1 миллион 200 мың дейік. Таудың басында қаланың сыртына жауып қояды, ешқандай телефон, адаммен интернетпен байланыс болмайды. 3 ай ставка қоймай, ондай тәуелділікке жақындамай өмір сүруді үйретеді. Одан кейін 6 ай психологқа баратын болсақ, айына 4 ай, 24 апта, аптасына бір рет, қазір орталама психологтардың қабылдауы 20 мың, 50 мың аралығында. Яғни осыншама қаражат келеді. Сол кезде арылып, қойып, ойнамай өмір сүруге болатын, жігерлендіретін. Ондайлар болды ма? Қойып кеткенде? Болды. Мүлдем болмайды деп айтуға болмайды, бірақ жұмыс істеген, емделген, терапияда өткен адамдарда жақсы нәтижелер кездестірген, кәдімгідей мен өзім танитын клиенттердің арасында адамдар болды. Алсаңдар не дейді Құралай ханым? Не себепті осындай жағдайға тап болды? Жалпы енді нумерология бойынша, қазір өз кеңесімді айтып көрейін, бірақ расымен нумерология емес, бұл жерде психолог жұмыс жасау керек, сіз соны түсінуіңіз керек. Сіздің жолдасыңызда бір қандай да бір периодтар арасында ауыр жылдар болған екен, бірақ 28 жасында шыққан. Бірақ әлі де оның киімін киіп алып, адам соның салдарын қазір шегуде. Бірақ осы жыл жаман емес, және жұмыстан шығып кетіп жатыр дейсіз, ол кісіде жаңа жұмыс және табысты жыл осы жылы тұр. Энергиясы жоғарыда. Бірақ минусы матрица өзінің болмысы бойынша блоктары бар, жоқ деп айта алмау өзінің қалауларына. Ақшаға келгенде. Сол себепті бұл жерде енді мен қандай жұмыс жасап керек ойланып отырмын да, мысалы бала болады, осы магазинге барған кезде балаға қарағандай қарау керек та бұл адамға. Бала магазинге барғанда біз наны болады, наны болмайды. Шектеулі сумманы айтпасақ, бала өзі және қалауына жоқ деп айта алмайды. Бұл кісіде де сондай болмысында бар екен. Енді бұл мүмкін балалық кезінде кейбір сезімдері қанағаттанбады ма деп ойлап отырмын. Біреуге анасының махаббаты жетіспейді, біреу өзіне көңіл толмай өседі, өзін бағаламайды. Сол себепті және ойынмен сол нәрсенің орнын жауып отырған бір қандай да бір жерде бір себебі бар. Сіз жалпы махаббатыңызды толыққанды берем деп ойлайсыз ба? Махаббатыңызға бөлеушісіз ба? Сондай сұрақ қойғым келеді. Махаббат жеткілікті ма ол кісіге сізден? Жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені 9 жыл болса да мен бұрынғыдай жақсы көремін да. Енді 3 қызымыз бар қазір. Осы балалық шақтағы демекші, мен осы жердегі бір сұрақ қойын деп едім. Осы мен ойымша балалық шағымдағы өйткені анау мектеп бітіретін 9-8 сынып оқитын кездерінде үйлерін сатуға мәжбүр болғанда, сол мен ойымша ауыр болған деп ойлаймын. И соның әсерінен ба білмеймін, бірақ қазір осы бірінші туылған қызымыз, мысалы бір-бірімізді жақсы көріп өмірге келген қызымызды ұнатпайды, минустарын көреді. Қызым кішкене неврологический жағынан сәл отсталости бар да, өзінің қатарынан жасына сәл кештеу дамып келе жатыр да. И соны жұмыстарын көреді тек қана. Басқа қыздарын жақсы көреді, именно сол үлкен қызының несін ұнатпайды. Енді бұл әрекеті Аида күйеуіңіздің жауапкершілік ала алмайтын психотиптегі адам екенін көрсетеді. Өйткені баланы бар болмысымен қабылдау, онымен жұмыс істеу, оны ешқандай бір ешнәрсе күтпей жақсы көре алу, бұл жоғары деңгейдегі жауапкершілік сезіміне ие адамдарға ғана тән нәрсе. Тек қана жақсы нәрселер, оңай нәрселер, ал қандай да бір қиындық, проблема туындаған кезде дереу онымен күресудің орнына оны кемсіту, оны төменсіту сияқты жағымсыз әдеті бар. Менің ойымша сіз Аида алдағы уақытта күйеуіңіздің сөздеріне емес, әрекеттеріне сену керек. Яғни біз керек болса бөлек тұрайық, ажырасу процесі жүріп жатсын. Егер әрекеттермен, яғни психологқа барып, клиникаға барып, қарыздарын жауып, жұмыс істеп бір нәрсе өзгеретін болса, сондай. Өйткені бұл кісілерге сөз беру оңай, сөзінде тұру қиын. Және екінші, жақындары, туысқандары, әйелдері ең көп жасайтын қателік, бұндай проблемасы бар адамдарға қаржылай көмектесу. Ешбір түрде ақша бермеңіз, кредит алып бермеңіз, барлығын айтып қою керек қой. Бәрін айтып, ешкім ақша бермейді, қарыз бермейді. Өзімді өлем, аслам, бітем, қалам десе де қарыз бермеу керек, ақша тауып бермеу керек. Тек қана қара еңбектің арқасында ғана
тамшылап болса да қарыздан солай жабуды үйренді. Аида, мінекей мамандар сізге қажетті пайдалы ақпаратты айтты. Соңғы шешімді тек қана өзіңіз қабылдайсыз.